Теміртау қаласында білім алдыңыз, Нұрмақ мектебіне не себепті ауыстыңыз? Қарағанды облысынан сіз ғана барған. Тарих, қазақ тілі, орыс тілінен басқа барлық сабақтар ағылшынша өтеді бізде. Айырмашылық бар ма екен біздің Қазақстандағы білім беру жүйесі мен олардағы білім беру жүйесі физикадан? Сіздерде ондай бір марапат мемлекет тарапынан бір сыйлық бірдеңе беріле ме? Осы халықаралық додадан топ жарып келіп жатырсыздар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін 24/7 медиа KZ алаңында Грузияда өткен физикадан Еуропалық олимпиадада қола жүлде жеңіп әкелген жерлесіміз, Теміртаудың тумасы, бүгінде Қарағанды қаласындағы Нұрмақ мектебінде білім алып жатқан Нұргүл Игенбергенова қарындасымыз. Жалпы қазір Париж олимпиадасынан кейін әлеуметтік желіде түрлі дау-дамайлы пікірлер айтылды. Соның ішінде спортқа емес, білім олимпиадасына ерекше назар аудару керектігі туралы көп айтылған болатын. Олай болса, бүгін қарындасымызды құттықтай отырып, қандай жетістіктері бар, жалпы бұл олимпиада қалай өтті, осы туралы білсек. Алғашқы сұрақ енді сізге осы физика туралы болса. Теміртау қаласында білім алдыңыз, Нұрмақ мектебіне қашан ауыстыңыз, не себепті ауыстыңыз, осы туралы оларға айтыңыз. Рахмет шақырғандарыңызға. Мен осы Теміртауда 10-шы мектепте 4-ші сыныпқа дейін оқығам. Сосын 4-ші сыныптың соңында Нұрмақ мектебіне қабылдау экзамен тапсырып, 5-ші сыныптан бастап Қарағандыда оқи бастадым. Жалпы енді білім олимпиадасы дейді, сіздер енді Грузияға бару үшін қандай да бір іріктеуден өттіңіздер ма? Жаңа сізден 2 медаль көріп отырмыз. Біріншісі бірінші орын алған екенсіз, алтын медаль. Бұл республикалық олимпиада, осы туралы айтып өтіңізші. Негізі іріктеу біздің Қазақстанда бар, ол барлық елдерде әртүрлі өтеді. Мысалы бізде бұл олимпиадаға өту үшін алдын ала республикалық олимпиададан медаль алу керек, және де бөлек іріктеу бар. Ол өткен жылы декабрь айында өткен. И соның барлық нәтижелерін қосып, рейтинг бойынша іріктеп, солай жібереді бізді. Яғни Қазақстан бойынша физикадан мықты балалардың рейтингі жасалады. Кім жоғарғы рейтингте тұр, сол шетелге барады, иә? Сіздер команда болып бардыңыздар. Қазақстанның атынан қанша бала бардыңыздар? Қазақстанның атынан 4 бала болып бардық. Грузияның қай қаласында өтті бұл олимпиада? Грузияның Кутаиси деген қаласында өтті. Кутаиси қаласында, иә? Қанша адамдар қатысты, қанша мемлекеттің оқушылары болды? Шамамен 260 оқушы қатысты. Ол дегеніміз 55 мемлекет. 55 мемлекеттің балалары қатысты. Енді жарыстан бөлек тәжірибе алмасу, жаңа таныстықтар табу. Иә, болды. Мысалға, мен бір бөлмеде Әзербайжан елінен бір қызбен жаттым. Сол қызбен көп сөйлесіп, таныстық, тәжірибе алмастық. Басқа елдердің дайындығы жайлы білдім, өзім сұрастырып көрдім. Айырмашылық бар ма екен біздің Қазақстандағы білім беру жүйесі мен олардағы білім беру жүйесі физикадан? Шын айтсам, мен өте таң қалдым. Грузия, Америка деген сияқты елдерде өзгеше дайындық. Олар өте мықты дайындалатыны көрініп тұр. Және нәтижелері де күшті болды. Барғаныма, олармен сөз көргеніме қуаныштымын. Сіздер тест түрінде өтті ма? Сонда физика әлде бір тәжірибе жұмыстарын жүргізіп көрдіңіздер ма? Негізі 2 турдан болды. Бірінші тур ол эксперименталды тур, екінші тур теориялық тур. Теориялық турда біз яғни есеп шығарамыз, ал эксперименталды турда тәжірибе өткіземіз, бір шамаларды анықтаймыз өзіміз. Физикаға жалпы қанша жастан қызығасыз? Физикаға 7-ші сыныптан бастап, сол кезде бізде сол сабақ беріле бастады. Сол кезден бастап қызыға бастадым. Енді оған бір қандай да себептер болды ма? Физиканы қызықтыруыңызға, есебіне қызықтыңыз ба, жоқ әлде бір тұлғаларға қызықтыңыз ба, еліктейтін? Еліктеген адам болдым мектебімде өзім. Бізде негізі мындай система бар. Үлкен сыныптағы олимпиадашылар кішкентайлар дайындайды. И мен сол кезде 9-ші сынып оқушысы бір оқушы болатын. Соған еліктеп, соған ұқсағым келді. Және ол кісі маған үйретті көп нәрсені, басында маған бағыт-бағдар көрсетіп тұрды. Солай мен физикаға дайындала бастадым. Жалпы Грузияға баратыныңызды қанша уақыт бұрын білдіңіз жарыстан? Шамамен
дайындалып үлгере алдыңыз ба деген. Иә, үлгере алдым. Қалай дайындалдыңыздар? Шамамен 3 ай бұрын білдім. Мхм. Ол іріктеу анықталды, кім өткені жайлы сол кезде білдім. Мхм. Яғни республикалық олимпиададан кейін. Яғни бізде қазір сіз дарынды балаларға арналған мектепте оқып жатырсыз, иә? Тереңдетіп оқып. Мамандандырылған мектепте. Мамандандырылған мектепте. Ол жақта физика қалай оқытылады қазір жалпы мектептерде? Енді бұрын біз қарапайым мектепте білім алдық, кітаптан теория жүзінде оқып алатынбыз. Енді біздің кезіміз жарайды, енді қиын кезеңге түсті ғой. Тәжірибе жұмыстарында кітаптан оқитынбыз. Қазір сіздерде ондай база бар ма? Бір есепті ғана шығарып қоймай, физикалық тәжірибе жүргізетін, лабораторияда жұмыс істейтін мүмкіндіктеріңіз бар ма? Иә, бізде бөлек лаборатория бар. Негізі физика ағылшынша өтеді бізде. Мұғалімдер де жақсы түсіндіреді. Сол себепті менде қызығушылық қатты ояна бастады. Яғни мен жай ғана теориялық жүзде емес, шын өмірде де оның әртүрлі эффекттерін көре алатынын түсіндім де. Сонда сіздерде сабақ тек қана қазақ тілінде емес, бірнеше тілде оқытылады, иә? Физика ағылшын тілінде, және қай сабақтарды ағылшын тілінде оқисыздар сонда? Тарих, қазақ тілі, орыс тілінен басқа барлық сабақтар ағылшынша өтеді бізде. Толық 100% ағылшын тілінде өтеді, қиын емес па? Жоқ, үйреніп кетеміз. Ағылшынша, яғни сізге ағылшын тілін еркін білуіңіз бұл халықаралық додаларда өзіңізді көрсетуге керісінше тиімді ықпал көрсетті ғой, иә? Иә, бірақ негізі бізде орысша жазамыз олимпиадаларды. Грузияда болған кезде қай тілде өтті сонда? Орысша. Орыс тілінде өтті. Негізі ағылшынша, бірақ біздің тимлидерлар орысшаға аударады. Сосын бізге береді. Яғни орыс тілінде тапсырыңыздар. Қазақстаннан басқа барған балалар, ол кісілер бірнеше турға бөліндіңіздер ме, әлде төртеуіңізде команда түрінде сайыстыңыздар ма? Жоқ, индивидуалды болды. Әрқайсысы бөлек-бөлек, тек біздің ұлттық құрама сияқты барыңыздар, бір құрама Қазақстан атынан қатыстыңыздар. Және төртеуіңізде жүлделі орынмен қайттыңыздар. Иә, 2 қола, 2 күміс алдық. Сіз класстар бойынша бөлінді ме, сонда жасқа байланысты бөлінді ме, әлде қалай? Жасқа байланысты емес, барлығы бірге бір тапсырманы орындайды, бір рейтинг жасалады, иә. Бір рейтинг жасалады. Енді бізде мынау спорт олимпиадасына барып келіп жатқандарға машина мінгізіп, керемет күтіп алып жатыр ғой. Сіздерде ондай бір марапат, мемлекет тарапынан бір сыйлық бірдеңе беріле ме? Осы халықаралық додадан топ жарып келіп жатырсыздар. Ол жағын білмеймін. Сыйлықтар беріле ме? Сізге ешқандай сыйлық ештеңе берілген жоқ? Жоқ. Тек жеңіп алып келдіңіз. Жетекшіңіз кім? Мен жетекшім Жүзентаев Жалғас, өзім мектебімдегі физика пәні мұғалімі, әрі тренер. Ол кісі сізбен бірге барды, иә? Жоқ. Кім жетектеп апарды сонда сіздерді? Бізді Алматыдан тимлидерлар, Әл-Фараби университетінен доцент және PhD бітірген кісілер. Сол кісілер бастап алып барып, өздері сол кісілер жауапкершілік сол кісілердің мойнында болды толық, иә? Енді жалпы өзіңіз келешекте қандай саланың өкілі боламын деп армандап отырсыз? Қай салада оқымаққа ниетіңіз бар? Әлі анық білмеймін, бірақ бәлкім инженерия немесе сондай өмірге байланысты ғылымдармен айналысам деп ойлаймын. Қазір нешінші класс оқып жатырсыз? 9-ды бітірдім. 9-ды бітірдіңіз, иә? Ары қарай 11-ші классқа қалып, университетте білім жалғастырмасыз. Иә. Қазақстанда оқисыз ба, әлде шетелді қарастырып отырсыз ба? Шетелді қарастырғым келеді. Сонда білім алып, Қазақстанға қайта келіп, осы жердің де олимпиадасын, білімін дамыта бергім келеді. Шетелге не үшін қызығып отырсыз? Ол жақта білім сапалырақ деп ойлайсыз ба, әлде шетел болған үшін шетелге барғыңыз келеді? Шетел болған үшін әлі дұрыстап қарап көрмедім, бірақ естіген бойынша ол жақта білім деңгейі өте жоғары. Білім беру деңгейі жоғары. Жалпы енді қазір оқушы ретінде Қазақстандағы физика ғылымының дамуына, оның білім беру бағытына көңіліңіз тола ма? Енді не өзгертер едіңіз өзіңіздің қолыңызда болса егер? Негізі көңілім толады, бірақ айта кеткендей, андай эксперименталды тәжірибе жағынан көбірек көңіл берілу керек деп ойлаймын. Әлі де жетпей түспейтін сияқты. Сол жағынан. Нақтырақ
қандай тәжірибелер бірге жетпейді? Көбінесе жазып қоямыз. Негізі оны көрсету керек. Яғни жасаған жұмыстарыңызды бөлісуге мүмкіндік берілсе дейсіздер ғой, көбірек. А жалпы енді республикалық додаларға да қатысып жүрсіз ғой, иә? Жиі өте ме бізде Қазақстанда білім бәйгелері? Физикадан жиі. Әртүрлі олимпиадалар бар, облыстықта, республикалықта. Иә, соған өтуге мүмкіндіктер көп. Негізі. Сіздер жаңа Грузияға барған кезде сонда қалай, сіздерді тегін алып барып, тегін орналастырып алып келді ма, жоқ әлде жарна төледіңіздер ме өздеріңіз? Тегін апарды. Себебі біз іріктеуден өттік қой. И сол өткен балдарды апарды. Яғни мемлекет өз мойнына алды, иә, сіздердің барлық шығындарыңыз. Одан бөлек жаңағындай бір жарна төлеп немесе қатысқыларыңыз келіп, бірақ қатысқыларыңыз келеді жарысқа, бірақ қандай да бір қаржылық тұрғыда қиындықтар болатын кезеңдер кездесіп кетті ме ондай? Жоқ, барлығы мемлекет мойнында. Бірақ кейбір олимпиадалар бар, олар жақты төлеу керек, бірақ бұл олимпиадаларға олар іште кірмейді. Олимпиаданың толық атын айтып өтіңізші, қандай? Еуропалық физикалық олимпиада. Еуропалық физикалық олимпиада. Осы жылы 8-ші рет өткізілді, әр жыл өткізіледі. Қарағанды облысынан сіз ғана барған? Иә. Жақсы, тамаша. Онда алдағы уақытта сізге, біліміңізге сәттілік тілейміз. Жемісті жетістіктеріңіз көп болсын. Талай асқар асуларды алып, еліміздің физикадан атын шығарып жүрген үлкен ғалым болыңыз. Темірғали Көкетаев марқұм танисыз ғой, иә? Иә. Танисыз ба? Кеше 2 күн болды қайтыс болғанына. Сол кісі сияқты үлкен азамат болуыңызға тілектеспіз. Қаңыз келе берсін.